достар, всем привет! Бүгін сіздермен бірге ең маңызды тақырып орыс тіліндегі два және две тақырыбын өтетін боламыз. Қай кезде два қолданамыз, қай кезде две сөзін қолданамыз, бүгін сол жайлы тақырыпты айтатын боламыз. Ол үшін сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ең бастысы біздің YouTube каналымызға тіркелуді, лайк басуды және пікір жазуды ұмытпаңыздар, себебі орыс тілін және ағылшын тілін үйренуге арналған неше түрлі видео сабақтармен және де күнделікті қолданылатын орысша және ағылшынша сөздермен, грамматикалық видео сабақтармен танысатын боласыздар. Сол үшін де біздің арнамызға тіркеліп өтіңіздер. Ал бүгінгі тақырыпқа келер болсақ, қазіргі таңда ең көп кездесетін және де көп адам біле бермейтін және де оның айырмашылығын біліп алсаңыз, сіз де оны жақсы түсініп, күнделікті қолданыста сөйлей беретін осы ең көп қолданылатын два және две тақырыбын талқылайтын боламыз. Мысалы, сіз дүкенге бардыңыз елге, сол кезде дүкеншіге дайте мне два хлеба деп айтасыз ба, әлде дайте мне две хлеба деп айтасыз ба? Яғни соны айтатын боламыз. Ең алдымен жаңағы две және два тақырыбын жақсы білу үшін сіз ең алдымен орыс тілінде ең көп қолданылатын род тақырыбын жақсы білуіңіз қажет. Яғни род деген кезде біз білеміз, үш түрі бар: женский род, мужской род және средний род. Осы үш родты білсеңіз, негізінде орыс тілінде кішкене болсын сөйлеуге деген қадамды жасайтын боласыздар. Ал егер де род туралы тақырыпты білмесеңіздер, жаңағы бүгінгі өтетін два және две тақырыбымыз сіздерге қиындау болуы мүмкін. Сондықтан да біздің «Что такое род в русском языке» деп аталатын біздің видео сабағымызды көріп өтсеңіз болады. Сол жерде толық ақпарат берілген. Енді қазір сіздермен бірге, егер де родты жақсы білетіндер болса, сабақты жалғастырайық. Ал егер де білмейтіндер болса, міндетті түрде біздің сабағымызды қарап, көріп өтсеңіздер болады. Толық ақпарат сол видео сабақта берілген. Кеттік. Два және две сөздерін қай кезде қолданамыз? Біз два деген сөзді, егер де сөзіміз мужской род және средний род болған жағдайда два сөзін қолданамыз. Мысалы, компьютер бізде мужской род болып тұр, сондықтан да біз два компьютера болады. Келесі кезекте, мысалы, брат. Два брата деп айтамыз. Мужской род болып тұр, сондықтан мысалы два сердца, два телефона деген сияқты сөздерді қараймыз. Бірінші қандай родқа жатады, соны қараймыз. Мысалы, у меня есть два брата деген сияқты. У нее есть два компьютера деген сияқты сөздерді алуға болады. Ал келесі, две деген сөзді қай кезде қолданамыз? Две деген сөзді біз сөзіміз женский род болған кезде қолданатын боламыз. Яғни, мысалы, машина деген сөзді алайық. У нее есть две машины. Сумка болса, две сумки деген сияқты сөздерде қолдануға болады. Немесе две сестры деп айтатын боламыз. Яғни, женский родтағы сөздер болатын болса, міндетті түрде две сөзін қолданамыз. Два сөзін біз сөзіміз мужской род болған кезде және де средний род болған кезде қолданамыз. Ал две сөзін женский род болған кезде қолданатын боламыз. Енді, мысалы, кейде дүкенде бір орыс апалар кіріп, нан сұрайды ғой, мысалы, дайте мне две булки хлеба деп айтады. Не үшін ол жерде две сөз қолданып тұр? Себебі бізде хлеб деген білеміз біз мужской родта болғанымен, оның алдында булка деген сөз тұр. Яғни булка деген сол женский родтағы сөз болғандықтан, бірінші сөз ол үстемірек болғандықтан, біз оған две деген сөзді қолдандық. Енді келесі бізде два және две сөзінен басқа екеуі де деген мағынаны білдіретін тағы бір тақырып бар. Ол бізде оба және обе тақырыбын айтып өтейік. Қай кезде оба қолданамыз, қай кезде обе қолданамыз. Яғни бұл жерде де тоже род өте қатты маңызды рөл ойнайды. Сондықтан да достар, род деген тақырыпты жақсылап үйреніп алсақ болмайды. Себебі барлық тақырыптарда негізі осы родқа тікелей байланысты болып келеді. Біздің орысша сөйлесуімізде, жаңағы айтатын сөзімізде, оның алдына қоятын менікі, сенікі деп айтатын болсақ та,
барлығы да осы родқа байланысты болып келеді. Сондықтан да род тақырыбын жақсылап үйреніп алсаңыздар деген менің сіздерге өзімнің пікірім. Ал кеттік. Қай кезде оба қолданамыз, қай кезде обе қолданамыз, сол жайлы айтып өтейік. Бізде жаңағыдай оба деген сөз, ол мужской род және средний родпен бітетін сөздер болса, оба сөзін қолданамыз. Ал обе деген сөз женский родпен бітетін сөздер. Мысалы, компьютер бізде ол мужской род болып тұр, сондықтан оба компьютера. Және де машина женский род болып тұр, сондықтан обе машины. Мысалы, оба брата, обе машины, обе книги деген сияқты сөздерді айтып өтуімізге болады. И тағы бір плюс айтып кететін бір жайт бар. Мысалы, сіздердің алдарыңызға бір жаңа айттық қой біз, мужской род және женский род болған кезде біреуінде оба қолданады, біреуінде обе қолданады деп айттық. Ал егер де сіздің алдыңызға мужской родтан бір адам, женский родтан ал бір адам келетін болса, обаны қолданамыз ба, әлде обені қолданамыз ба? Дәл осы сұраққа жауап беріп өтейік. Бізде егер де бір қыз келіп тұратын болса, міндетті түрде мужской родқа қарайтын боламыз, яғни олға қарайтын боламыз. Олдың сөзімен сөйлейтін боламыз, яғни бізде мужской родта біз оба сөзін қолданамыз дедік. Оба пришли, оба молодцы деген сияқты сөздерді қолданатын боламыз. Бізде келесі видеода сіздерге тапсырма дайындап қойдым мен, жаңағы две, два, оба, обе, яғни өткен сабақтарымыз бойынша сол тақырыптарды қорытындылай келе мен сіздерге тапсырма дайындадым. Сол тапсырманы паузаға қойып өздеріңізді тексеріп орындап көрсеңіздер болады. Соңында жауабымен бірге мен жазатын боламын. Міндетті түрде сол тапсырманы орындап көріңіздер. Сол кезде сіздер сабақты түсіндіңіздер ма, түсінбедіңіздер ма, өздеріңіздің деңгейлеріңізді білетін боласыздар. Ал түсінсеңіздер өте қатты қуаныштымын, және де күнделікті практикада қолданып өтсеңіздер болады. Ұмытпау үшін. Ал егер де түсінбесеңіздер, тағы да 2-3 рет қайталап көруге кеңес беремін. Ал достар, бұл біздің два және две тақырыбына арналған жаттығуымыз. Міндетті түрде осы жаттығуды паузаға қойып, өздеріңізді тексеріп көрсеңіздер болады. Ал кеттік. Книга деген бізде женский род, сондықтан да две книги болады. Тетрадь деген тоже женский род, сондықтан да две тетради болады. Мама деген бізде женский род, сондықтан две мамы. Папа деген бізде мужской род, сондықтан два папы. Телефон дегеніміз ол бізде мужской род, сондықтан да два телефона. Школа дегеніміз бізде женский род, сондықтан две школы. Бабушка дегеніміз женский род, сондықтан да две бабушки. Тигр дегеніміз бізде мужской род, сондықтан да два тигра. Дом дегеніміз бізде мужской род, сондықтан да два дома деп айтатын боламыз. Міне осылай қолданады два және две деген. Ал біздің келесі тапсырмамыз оба және обе тақырыбына арналған тапсырма. Міндетті түрде тоже осы тапсырманы паузаға қойып орындап көрсеңіздер болады. Книга деген бізде женский род, сондықтан да обе книги. Солдат деген бізде мужской род, сондықтан оба солдаты. Рука деген бізде женский род, сондықтан обе руки. Сердце деген бізде средний род, сондықтан да бізде оба сердца. Дедушка дегеніміз бізде мужской род, сондықтан оба дедушки деп айтамыз. Холодильник бізде мужской род, сондықтан оба холодильника деп айтамыз. Стол деген бізде мужской род, сондықтан оба стола. Музыка дегеніміз бізде женский род, сондықтан да обе музыки деп айтамыз. Ал молодец деген бізде мужской род болғандықтан бізде оба молодцы деп осылай айтатын боламыз. Міне оба және обе осылай қолданады. Ал бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылап жіберсек, два және оба деген сөздер
мужской род және средний родпен бітетін сөздермен аяқталатын сөздерге қолданылады. Ал две және обе деген сөздеріміз женский родпен бітетін сөздерге қолданатын болады. Дәл осы кестені жаттап алыңыздар, сіздерге қажет болады. Ал барлықтарыңызға сәттілік. До свидания всем. Пока.